Зерттеушілерім, жаратылыстану сабағында тәжірибе жасаудан қауіпсіздік ережесін есіңізге түсіріп алайықшы. Қандай ережелердің қауіпсіздік ережесі? Жақсы. Әне зерттеушілерім, зерттеп жұмысымызды бастайық, кеттік. Алдымызда не тұр біздің? Термометр. Бұл қандай термометр? Нені өлшейтін термометр? Неше стақан тұр? Біреуі қара түс, біреуі ақ түс. Енді не істейміз? Қалай ойлайсың? Ол термометр қақпағын ашып, термометрді қосамыз. Сосын суға саламыз. Кеттік. Бірінші қай стақанға салайық? Қара. Ал жақсы. Қара стаканда 27 градус болып тұр. Керемет. Қара стаканда 26 градус болып тұр. Ақ стаканда 25 градус болып тұр. Жақсы, барлығыңызда солай ма? Иә. Қалай ойлайсыңдар? Қай стаканда көп? Температурасы жоғары болып тұр. Қара стаканды көп? Себебі қара стакан ол жылуны өзіне тартады. Ақ стакан өзіне суықты тартады. Жақсы, біз осындай қорытынды шығарамыз, иә балалар? Кез келген дүние, мысалы, қара киім киетін болсам, қалай болады? Ыстық болады, иә ғой? Ал біз мысалы жаз кезінде көбіне ақшыл киім киеміз, иә? Салқын жүру үшін. Ал қыс кезінде қоңырқай түсті киімдер киеміз. Өте жақсы. Енді бала жаңағы стакандарда қорытынды жасадық қой, иә? Ақ стакандағы су қандай дедік? 25. Температурасы 25. Қараңғы 26 градус. Жақсы, осыны жұмыс парағына түсірейік. Құрметті зерттеушілер, енді екінші тәжірибе жасауға кірісейік. Ол үшін не істеді? Терезенің алдындағы күн көзінде тұрған ақ және қара қағаздардың үстіне алақанымызды қойып, оларды салыстырамыз. Қане, жылдам. Өте жақсы балалар. Енді осыны жұмыс парағына түсірейік. Зерттеушілер, келесі тәжірибені жасауға маған рұқсат етіңдер. Енді балалар, мынау Архимед спиралі деп аталады. Келесі жоғары сыныпқа барған кезде оны толығырақ оқитын боласыңдар. Жақсы ма? Спиральді білемін. Балалар, ең бірінші бұл тәжірибені бастамас бұрын сендер мен мұқият бақылауларың керек. Жақсы ма? Менің қойған сұрақтарыма нақты жауап беретіндей. Спиральді ілдім, майшамды жақтым, мұқият бақылаймыз. Не байқадық? Архимед спиралі қозғалып жатыр. Зерттеушілер, не болды? Спираль не істеді? Ол айланды. Өйткені ол ауаны үстіге көтерді. Соған спираль ол айланды. Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Бүгін сендер сабақта еске сақтау керексіңдер. Жылу ауа, суық ауа қарағанда жеңіл болады. Сондықтан ол жоғары көтеріледі.
кетеді, ал суық ауа ауырлау болады, сондықтан ол төмен түседі. Жақсы зерттеушілерім, енді жоғарыдағы тәжірибелер негізінде төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Жұмыс парағындағы Жаз мезгілінде аяз қайда кетеді? жақсы жаза қойыңдар. Жақсы менің құрметті зерттеушілерім. Өздерінің сабақтағы белсенділіктері, түсінгендері, тапсырмаларды орындағандары температуралық шкала арқылы көрсете қойыңдар. 0-10 температура маған қиын болды, бәрін түсіне алмадым. Егер 10-нан 20 болса температура, орташа аздап түсіндім дегенді көрсетесіздер. 20 мен 30 градустың арасы жақсы, көп нәрсе түсіндім. 30 мен 40 градустың арасы өте ыстық, сабақ ұнады, бәрін түсіндім дейді. Кәнеке қолдарындағы термометрден көрсете қойыңдар. Өздеріңді бағалай қойыңдар. Жақсы мен зерттеушілерім, барлықтары сабақты жақсы түсініпсіңдер. Барлықтары 30-40 температураны көрсеттіңдер. Өте қуаныштымын. Зерттеушілерім, бүгін